Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 250 грамм салқын сүт, 250 грамм ыстық суды араластырып, жылы етіп суымызды дайындап аламыз. Үстіне май саламыз, 50-60 грамм шамасында май саламыз. Және бір дана жұмыртқамызды саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер, 1 шай қасық улучшитель дрожж қосып жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып болған соң үстіне ұн салып, шамамен 800-900 граммдай ұн кетеді. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Жақсылап илеп, июін қандырып илеп аламыз. Осымен бауырсағымыздың қамырымыздың бетін жауып 1,5-2 сағатқа орап қоямыз. Мен бір рет қайтарып алдым. Сонымен бауырсағымызды 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жартысын бауырсақ, жартысын шелпек жасадым. Енді қамырды жайып аламыз. Қалың, жұқа болып та кетпеу керек, орташа көлемде етіп жайып аламыз. Осылай бауырсақты бокалмен кесіп шықтым. Егер де сіздерде формаларыңыз болса, формамен кессеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп, мата дастарханның үстіне жинап, үстін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Жартысын шелпек жасадым. Жартысы менде сол шелпек жасаған жерім түспей қалыпты. Майымызды қыздырып, үстіне осылай шелпегімізді пісіріп алдым. 2 бетін аунатып, қызарғанша пісіріп аламыз. Екіншісінде салып жатырмын. Ендігі кезекте бауырсағымызды пісіреміз. Осылай барлығын салып, 2 бетін қызарғанша пісіреміз. Улучшитель қосылғаннан кейін бәрібір басқаша болып піседі. Өте жұмсақ. Нанға да, бауырсаққа да қоссаңыздар болады. Кондитерский магазиндерден сұрасаңыздар табасыздар. Барлығын осылай пісіріп алдым. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.